Мархабат Байғұт. Түркілер түрі Түркістан кітабынан. Бағсыз замандарда ұлы жібек жолының бойымен ерсілі қарсылы ағылып шататын керуендердің адамдары Түркістан шаһарына аса қатты асығады екен. Ежелгі ғасырларыңыздың өзінде айнала төңірегінің ауа райы мен табиғаты таңға жайып, көктемі мен жазы да, күзі менен қысы да керемет көркем деседі екен. Базарлары берекелі де бай, құныққандық жоқ, қызыққандық көп. Адамдарын айтсаңыздаршы, қонақ жайда қайырымды, мейман доста мейірімді деседі екен таңғалып. Түркістан ең тәтті қала десетін болған. Тіл жаратын қауынын жеген, қауын орап қолтығына қысқан керуеншілер. Жеп қана қоймай, қолтықтарына қысып қана қоймай, керуендеріне тең етіп тиеген сапаршылар. Түркістан өте дәмді шаһар десіпті. Еттен жасайтын, ешқандай елдерге дес бермейтін бөлекше тағамдарын тамсанып, қаншама түрлі кауап, шашлықтар, қазақша қамырлы ет, нарын, қой мен түйе, жылқы еті, қазы қарта мен жал жая, құс еті. Бәрі де Түркістан қаласының базарлары мен ошарларынан, көркемделген көшелерінен молынан табылады ғой әрине. Бидайдың, арпаның, тары мен жүгерінің, ноқат пен жасымықтың қадір қасиетін түркістандықтар терең түсінер.